Бірінші есеп. Марат пен Санаттың салмағын қосқанда 150 кг. Санат пен Қанаттың салмағын қосқанда 165 кг. Марат пен Қанаттың салмағын қосқанда 155 кг болатыны белгілі. Санаттың салмағы қанша килограмм? Бұл есепті шешу үшін теңдеулер жүйесін құрамыз. Мараттың салмағын М деп алайық. Санаттың салмағын С деп алайық. Екеуін қосқан кезде 150 кг екен. Дәл сол сияқты Санат пен Қанаттың салмағын қосқан кезде 165 екен. Одан кейін Марат пен Қанаттікі 155 кг екен. Бұл жерде бізде 3 айнымалысы бар теңдеулер жүйесі шықты. Енді бұны шешу үшін мүшелеп қосатын боламыз. Мүшелеп қосқан кезде алдымен сол жақтағыларды қосамыз. Сол жақта бізде 2m бар. Сондықтан 2m деп жазамыз. С-дан да 2 бар. Сондықтан 2С деп жазамыз. Және Қ-дан да 2 бар. Сондықтан 2Қ деп жазамыз. Одан кейін мына 3 санды қосатын боламыз. Бұл үшеуін қосатын болсақ 470 шығады. Одан кейін сол жақта әрқайсысында мынаның ортақ көбейткіш ретінде 2 бар. Сол 2-ні жақшаның сыртына шығарамыз. Сол кезде жақшаның ішінде үшеуінің салмақтарының қосындысы қалады. Енді үшеуінің салмақтарының қосындысын табуымыз үшін мына 470 санын мына 2-ге бөлетін боламыз. Сол кезде ол 235 кг шығады. Енді есепте сұрап отырған нәрсе бізге санаттың салмағы. Санаттың салмағын табуымыз үшін енді санат жоқ теңдеуді қарастырамыз. Ол бұл жерде үшінші теңдеу болып тұр. Үшінші теңдеуді мынаның астына жазатын боламыз. Яғни М плюс Қ тең 155 деп. Енді бұларды мүшелеп азайтатын боламыз. Мараттан Маратты алсақ 0. Санаттан алынатын ештеңе жоқ. Сондықтан санаттың өзін жазамыз. Қанаттан Қанатты алсақ 0 болады. Тең 235-тен 155-ті аламыз. Сол кезде 80 шығады. Яғни санаттың салмағы 80 кг деген сөз. Екінші есеп. 4 балықты 2-2-ден өлшегенде массалары 4 кг, 6 кг, 7 кг, 8, 9 және 11 кг болды. Барлық балықтың массаларын қосқанда неше килограмм? Бірінші 4 балықты біз әріптермен белгілеп алайық. Бірінші балық А болсын, екіншісі Б, үшіншісі С, төртіншісі Д болсын. Олай болатын болса, бұларды 2-2-ден таразға саламыз. Бірінші А мен Б-ны салайық. Сол 4 кг болсын. Одан кейін А мен С-ны салған кезде 6, А мен Д-ны салған кезде 7 кг болсын. Сол сияқты Б мен С-ны салған кезде 8 кг, Б мен Д-ны салған кезде 9 кг, С мен Д-ны салған кезде 11 кг. Байқап отырсақ, бізде 6 теңдеуден тұратын теңдеулер жүйесі пайда болды. Бізге бұл жерде есептің шарты бойынша А, В, С, Д деген, яғни 4 балық болатын болса, сол төртеуінің қосындысын табу керек. Ол қосындыны табуымыз үшін барлығын мүшелеп қоссақ болады. Болмаса, одан да оңай тәсілі бар. Бұл жерде А мен Б-ның қосындысын бір бөлек, және ең соңындағы С мен Д-ның қосындысын бір бөлек жазып алсақ болады. Енді мыналарды мүшелеп қосатын болсақ, А-ға С қосылады, қосылған Б, қосылған Д. Нәтижесі 15 кг болады. Яғни 4 балықтың массасы 15 кг деген сөз. Үшінші есеп. Әке 4 елдің маркасын сатып алды. Француз, неміс, болгар және Польша. Француз маркасын қоспағанда басқа маркалардың жалпы құны 40 теңге. Неміс маркаларынсыз 45 теңге. Болгар маркасынсыз 44 теңге. Және Польша маркасынсыз 27 теңге. Польша маркасының құнын табыңыз. Енді бұл есепті шешу үшін біз алдымен француз маркасының құнын Ф әрпімен белгілейік. Одан кейін неміс маркасының құнын Н әрпімен, болгар маркасының құнын Б әрпімен, Польша маркасының құнын П әрпімен белгілейік. Бірінші айтады, француз маркасын қоспағанда дейді. Яғни неміс, болгар және Польша маркаларының құны дейді 40 теңгеге тең. Одан кейін неміс маркаларынсыз, яғни француз,
болгар және Польша. Осы үш марканың құны 45 теңге тұрады дейді. Одан кейін болгар маркасынсыз, яғни неміс қосылған Польша маркаларының құны 44 теңге. Келесі Польша маркасынсыз, яғни француз, неміс, болгар маркаларының құны 27 теңге екен. Бізге табу керек, Польша маркасының құнын табуымыз керек. Ол үшін біз алдымен 4 теңдеуді де мүшелеп қосатын боламыз. Енді сол жағына назар аударатын болсақ, біріншісінде француз жоқ, екіншісінде бар, үште, төртте бар. Сондықтан 3 француз маркасы бар деп жазамыз. Одан кейін дәл сол сияқты 3 неміс маркасы бар, және 3 болгар, одан кейін 3 Польша маркасы бар. Осылардың жалпы құны мына үшеуінің қосындысына тең, төртеуінің қосындысына тең. Ол төртеуінің қосындысы 156-ға тең болады. Енді теңдеудің сол жағынан 3 санын жақша сыртына шығарсақ болады. Енді мына 3-ті келесі жаққа бөліп жібереміз. Сол кезде 4 марка құндарының қосындысы шығады. 156 санын 3-ке бөлетін болсақ, 52 шығады. Енді Польша маркасының құнын анықтау үшін Польша маркасы жоқ қатарға қараймыз. Ол 4-ші қатар. 4-ші қатарды астына жазып, оларды мүшелеп азайтатын боламыз. Польша мен француз бен француз жойылады, неміс пен неміс. Сол сияқты болгар мен болгар жойылады. Сонда құр Польша маркасы қалады. 27-ден 52-ден 27-ні алатын болсақ, 25 шығады. Сонда бұл жерде дұрыс жауабы А нұсқасы. Төртінші есеп. Ерлан 5 литр шұбат, 2 литр айран және 3 литр қымыз үшін 5500 теңге төледі. Ал Шынар сондай бағамен 10 литр шұбат, 4 литр айран, 4 литр қымыз үшін 10 мың теңге төледі. 1 литр қымыз қанша теңге тұрады? Енді бұл есепті шешу үшін берілген мәліметтерді жазайық. 5 литр шұбатты 5 Ш деп қояйық. Одан кейін 2 литр айран дейді. Оны 2А деп жазамыз. 3 литр қымыз дейді. Оны 3Қ дейміз. Яғни осыларға төленген ақша 5500 теңге екен. Одан кейін Шынар дәл сондай бағамен дейді. 10 литр шұбат, одан кейін 4 литр айран және 4 литр қымыз дейді. Осыларға 10 мың теңге төлепті. Енді бізге қымыздың құнын анықтау керек. 1 литр қымыздың. Бұл есепті шешу үшін біз бірінші теңдеуімізді 2-ке көбейтетін боламыз. Сол кезде ол 10 шұбат болады. 2 айранды 2-ке көбейтетін болсақ, 4 айран болады. Одан кейін 3 қымызды 2-ке көбейтетін болсақ, 6 қымыз болады. 5500-ді 2-ке көбейтетін болсақ, 11 мың теңге болады. Енді осы пайда болған қатардан мына қатарды азайтатын боламыз. Сол кезде 10 шұбат пен 10 шұбат жойылады, 4 айран мен 4 айран жойылады. 6 қымыздан 4 қымызды аламыз. Сол кезде 2 литр қымыз қалады. Сол сияқты 11 мыңнан 10 мыңды аламыз. Сол кезде 1000 теңге шығады. Бұл жерден 1 литр қымыздың құнын анықтау үшін 1000-ды 2-ке бөлеміз. Сол кезде 500 теңге шығады. 5-ші есеп. Алмадан өрік 4 есе жеңіл, шабдалы 2 есе жеңіл. Алманың массасы өрік пен шабдалының массаларының қосындысынан 50 грамм ауыр. Алманың массасын табыңыз. Енді бұл есепті шешу үшін берілген мәліметтерді ықшамдап жазып алайық. Алмадан өрік 4 есе жеңіл екен. Олай болса, алманың массасы 4 өріктің, яғни өріктің 4 еселенген массасына тең деген сөз. Шабдалы 2 есе жеңіл екен. Шабдалы сонда алмадан 2 есе жеңіл болса, оны 2 Ш-ға тең деп аламыз. Одан кейін алманың массасы өрік пен шабдалының массасынан 50 граммға ауыр дейді.
теңдік орындалу үшін бұларға 50 грамм қосамыз. Сонда бізде мынадай теңдеулер жүйесі пайда болды. Осы жерден алманың массасын анықтауымыз керек. Ол үшін былай істейміз. Бірінші теңдеуден құр өріктің массасын табатын болсақ, алма бөлінген 4. Екінші теңдеуден шабдалының массасын табатын болсақ, алма бөлінген 2. Осы табылған екі мәнді сәйкесінше мына екеуінің орнына алып келіп қоямыз. Сонда алманың массасы тең болады. Алма бөлінген 4 қосылған алма бөлінген 2 қосылған 50 грамм. Енді ортақ еселікке келтіретін болсақ, ортақ еселігі 4 болады. Сондықтан мынаған 4-тен, мынаған 2-ден, мынаған 2-ден береміз. Мынаған 4-тен береміз. Олай болатын болса, 4 алмамыз тең болады. Алма қосылған 2 алма қосылған 200 грамм. Бұл жерден мына екеуінің қосындысы 3 алманы береді. Бұл келесі бетке минус болып өткен кезде сол жақта тек бір алма қалады. Бір алманың құны сонда 200 граммға тең болады. 6-шы есеп. Ыдыс аяқ дүкенінде кастрөлдің бағасы стакан мен шайнектің бағаларын қосқанға тең. 4 құмыраның бағасы 6 стаканның бағасына, ал кастрөл мен шайнектің бағасы құмыраның бағасына тең. Бір кастрөлдің бағасы неше шайнектің бағасына тең. Енді берілген есепті шешу үшін ықшамдап жазып алайық. Бірінші, кастрөлдің бағасы дейді, стакан мен шайнектің бағасын қосқанға тең дейді. Стакан қосылған шайнекте боламыз. Одан кейін 4 құмыраның бағасы 6 стаканның бағасына тең дейді. Одан кейін кастрөл мен шайнектің бағасы құмыраның бағасына тең екен. Осы жүйесін құрып алдық. Енді бізге табу керек. Бір кастрөлдің бағасы қанша шайнектің бағасына тең дейді. Осыны анықтауымыз керек. Енді ары қарай былай істейміз. Бірінші теңдеуден құр стаканның бағасын тауып алайық. Стаканның бағасын табатын болсақ, кастрөл азайтылған шайнек болады. Енді осы мәнді алып кеп, мына жерге қоямыз. Ал мына құмыраның орнына мына мәнді алып келетін боламыз. Сонда 4 еселенген кастрөл қосылған шайнек тең болады 6 еселенген кастрөл азайтылған шайнек. Жақшаны ашатын болсақ, одан кейін 6 кастрөл азайтылған 6 шайнек. Енді шайнектерді бір жаққа жинақтайық. Мынаны келесі бетке өткізсек 10 шайнек болады. 4 шайнек азайту болып келеді, сонда 4 кастрөл. Сонда мына жағымызда 2 кастрөл болады. Енді құр кастрөлдің мәнін табуымыз үшін 10 шайнекті 2-ге бөлеміз, сол кезде 5 шайнек шығады. Яғни бір кастрөлдің құны 5 шайнектің құнына тең екен.